Сәлеметсіздер ме оқушылар? 8-ші сынып алгебра. Мен Қарағанды қаласы нөмір 74-ші жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімі Сұрабаева Лаура Амангелдиевна. Сіздерге ұсынатын бүгінгі сабағым квадраттық функция бөлімі. Сабақтың тақырыбы y тең a көбейтілген x минус m-нің квадраты плюс n функциясы және оның графигі. Сабақтың мақсаты y тең ax квадрат, y тең ax квадрат плюс n, y тең a көбейтілген x минус m-нің квадраты, y тең a көбейтілген x минус m-нің квадраты плюс n түрдегі квадраттық функциялардың қасиеттерін білу және графигін салу. Сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпты еске түсіріп алайық. ax квадрат плюс bx плюс c көп мүшесіне қатысты не білеміз? Жарайсыздар. Квадрат үшмүше, квадрат теңдеу, квадраттық функция. ax квадрат плюс bx плюс c квадрат үшмүше. ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 квадрат теңдеу. y тең ax квадрат плюс bx плюс c квадраттық функция. Біз сендермен квадраттық функцияның дербес түрлерімен танысқан болатынбыз. Сол квадраттық функциялардың дербес түрлерін еске түсірейік. Бірінші сұрақ. y тең ax квадрат плюс n функциясының графигін y тең ax квадрат функциясы графигінен қалай алуға болады? Дұрыс айтасыздар. y тең ax квадрат плюс n функциясында n-нің мәні 0-ден үлкен болған жағдайда функцияның графигін y осі бойымен n бірлікке жоғары жылжытамыз. Ал функциядағы n-нің мәні 0-ден кіші болған кезде y осі арқылы графикті n бірлікке төмен жылжыту арқылы аламыз. Жарайсыздар. Екінші сұрақ. y тең a көбейтілген x минус m-нің квадраты функциясының графигін y тең ax квадрат функциясы графигінен қалай алуға болады? Дұрыс айтасыздар. y тең a көбейтілген x минус m-нің квадратында m-нің мәні 0-ден үлкен болатын болса, берілген функцияның графигін x осі арқылы m бірлікке оңға жылжытамыз. Ал берілген функциядағы m-нің мәні 0-ден кіші болған жағдайда функцияның графигін x осі бойымен m бірлікке солға жылжытамыз. Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымыз квадраттық функцияның тағы бір дербес түрі y тең a көбейтілген x минус m-нің квадраты плюс n функциясының графигі. Осы функцияның графигін салу үшін қандай функциялардың графигін пайдалануға болады деп ойлайсыздар? Жарайсыздар. y тең ax квадрат функциясының, y тең ax квадрат плюс n функциясының, y тең a көбейтілген x минус m функциясының графиктерін салу жолдарын пайдаланамыз. Яғни, y тең a көбейтілген x минус m-нің квадраты плюс n функциясының графигін салу үшін y тең ax квадрат функциясының графигін ox осі бойымен m 0-ден үлкен болғанда m бірлікке оңға, m 0-ден кіші болғанда m бірлікке солға, oy осі бойымен n 0-ден үлкен болғанда n бірлікке жоғары, n 0-ден кіші болғанда n бірлікке төмен жылжытамыз. Парабола тармағы a 0-ден үлкен болғанда жоғары қарайды, a 0-ден кіші болғанда төмен қарайды. Графигі төбесінің координатасы mn нүктелері болатын парабола. Симметрия осі x тең m түзуі. a 0-ден үлкен болғанда минус шексіздіктен m-ді қоса алғандағы аралығында кемейді, m-ді қоса алғанда плюс шексіздік аралығында өседі.
А нөлден кіші болғанда минус шексіздіктен М-ді қоса алғандағы аралығында өседі. М-ді қоса алғандағы плюс шексіздікке дейінгі аралығында кемейді. Анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндерінің жиыны А нөлден үлкен болғанда N-ді қоса алғандағы плюс шексіздікке дейін, А нөлден кіші болғанда N-ді қоса алғандағы минус шексіздікке дейінгі аралықта. Y тең А көбейтілген x минус m-нің квадраты плюс n функциясының графигін салу. Яғни m-нің мәні нөлден үлкен болғанда x осымен 10-ға жылжытамыз, n-нің мәні нөлден үлкен болғанда y осі бойымен n бірлікке жоғары жылжытамыз. Ал егерде m-нің мәні нөлден кіші болса, солға жылжытамыз, n-нің мәні нөлден кіші болса, төмен жылжытамыз. Ал енді есептер шығарып бүгінгі тақырыпты пысықтайық. Y тең x квадрат функциясының графигін пайдаланып, берілген функциялардың графиктерін салыңыздар. Графикті пайдаланып, парабола төбесінің координатасын, тармағының бағытын, өсу және кему аралықтарын көрсетіңіздер. Бірінші функция y тең x минус 2-нің квадраты плюс 1. Екінші функциямыз y тең минус x плюс 1-дің квадраты минус 1. Үшінші функциямыз y тең x минус 3-дің квадраты минус 4. Графиктеріңізді тақтадағы жұмыстарыңызды тақтамен салыстырыңыздар. Берілген тапсырманы жазамыз. Көп нүктелерді сандармен алмастырып, сандар жазылатын сөздермен танысып, ой сергітіңіздер. Жауаптарын оқиық. Бірлік, бесік, тон, қырқаяқ, сегізаяқ, бір қазан, 9 құмалақ, желтоқсан, жетіген, кекілік, жүзік, қырыққабат, үшкір. Графиктер мен формулаларды сәйкестендіріңіздер. Бірінші функция y тең x қосылған 2-нің квадраты плюс 2. Екінші функциямыз y тең минус x минус 2-нің квадраты плюс 1. Үшінші функциямыз y тең x плюс 1-дің квадраты минус 2. Берілген графиктермен сәйкестендіріңіздер. Қызыл графигіміз бірінші функцияға сәйкес. Екінші функцияға көк графигіміз сәйкес екен. Үшінші функцияға жасыл графигіміз сәйкес. Өте жақсы. Математикалық диктант. Y тең x квадрат функциясының графигін координаталық осьте параллель жылжытып, әрбір жағдай үшін берілген функцияның формуласын жазыңыздар. А 3 бірлік оңға және 2 бірлік жоғары. 3 бірлік оңға және 2 бірлік жоғары. 1 бірлік солға, 3 бірлік жоғары. 1 бірлік солға және 3 бірлік жоғары. 5 бірлік оңға және 4 бірлік төмен. 5 бірлік оңға және 4 бірлік төмен. Жазып болсақ, жазған жазуымызды тақтадағы жауаптармен салыстырайық.
Бірінші функциямыз y тең x минус 3-тің квадраты қосылған 2. Екінші функциямыз x қосу 1-дің квадраты қосылған 3. Үшінші x минус 5-тің квадраты минус 4. Дұрыс жауапты плюс деп белгілеп, қателік болса астын сызып қоямыз. Келесі кестені толтырып, көңіл күйлеріңізді анықтаңыздар. Мен бүгінгі сабаққа өте жақсы, немесе жақсы, нашар қатыстым. Бүгінгі сабақтағы нәтижеме ризамын, немесе риза емеспін. Мен үшін сабақ қысқа, немесе ұзақ болды. Сабақ үстінде мен шаршадым, немесе шаршамадым. Сабаққа өтілген материал мен үшін түсінікті, немесе түсініксіз, қызықты, немесе қызықсыз болды. Кестені толтырып болсаңыздар, үйге тапсырма нөмір 13-ші параграфтың 17-ші тапсырмасы. Яғни берілген функцияның графигін пайдаланып, функциялардың графигін саласыздар. Графикті пайдаланып парабола төбесінің координатасын, тармағының бағытын, анықталуы болсын, мәндерінің жиынын, өсу және кему аралықтарын көрсетіңіздер. Үй тапсырмасы түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.